Абайдың 5-ші қара сөзі көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпейді, бойды шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады. Қазақтар, Құдай, жас баладай қайғысыз қыла гөр деп тілек тілегенін өзім көрдім. Онысы жас баладан гөрі өзі иісті кісі болып, ескермес нәрсесі жоқсып, қайғылы кісі болған сығаны. Қайғысы не десең, мақалдарынан танырсың, әуелі түстік өмірің болса, күндік мал жей, өзіңде жоқ болса, әкең де жат. Мал адамның бауыр еді, малдың беті жар, малсыздың беті ер азығым ағылды. Ердің малы елде, еріккенде қолда, берген перде бұзар, алаған қолын береген. Мал тапқан ердің жазығы жоқ, байдан үмітсіз, құдайдан үмітсіз, қарның ашса, қаралы үйге шап, қайраны жоқ көлденбес, қайыры жоқ елденбес деген осындай сөздері көп, есепсіз толып жатыр. Бұл мақалдардан не шықты? Мағлұм болды, қазақ тыныштық үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен, ал шыққан жейді екен. Малды болса, әкесін жаулауды да ұят көрмейді екен. Әйтеуір ұрлық, қулық, сұмдық, тіленшілік, соған ұқсаған қылықтың қайсысын болса да қылып жүріп, мал тапса, жазалы демесек керекен. Бұлардың жас баланың ақылынан несі артық? Бірақ жас бала қызыл ошақтан қорқушы еді, бұлар тозақтан да қорықпайды екен. Жас бала ұялса, жерге ене жаздаушы еді, бұлар неден болса да ұялмайды екен. Сол ма артылғаны? Қолымыздағыны үлестіріп талатпасақ, бізде өзіндей болмасақ безеді екен. Іздеген еліміз сол ма?